Адам еті қосылған суши. Калифорниялық сушидің шығу тегі туралы аңызды білесіз бе? Оқиға былай болған. 20-шы жылдары адамдар Калифорния жағалауларында із-түзсіз жоғала бастайды. Полицияның мәліметінше барлық қылмыстарды жалғыз маньяк жасаған. Бірақ жоғалып кетулер жалғасып жатқанына қарамастан, оның кім екенін анықтау ешқашан мүмкіндік болмады. Олар оған калифорниялық маньяк деген атау да береді. Сонымен бірге сол кезде жағалаудағы ең жақсы суши дүкендерінің бірі нәзік әрі жұмсақ балық филесі бар Калифорния роллының жаңа түрін ұсынады. Кейбіреулер олардың дәмін татып көргеннен кейін тоқтай алмай жиі жейтін болады, ал басқалары осы роллдан кейін ауыратын болады. Полиция қызметкерлерінің бірі бұл сушидің оғаштығына қызығушылық танытып, талдау үшін үлгі алады. Олардың құрамында балық филесі емес, нағыз адам еті бар екені анықталады. Жағалауда жоғалған құрбандардың еті осы сушидің ішінде болып шығады. Дүкен жабылып, иесі өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Барлығы жақсы аяқталғандай көрінді. Бірақ содан кейін бүкіл қалада жиі өлім сериялары тіркеледі. Бұрын адамдардың етінен жасалған сушиді жегенді ұнататын адамдар жұмбақ жағдайда қорқынышты азаптан өліп жатты. Кейбіреулері ақылдан адасып, өз денесіндегі еттерді кесіп, жұлып алып қайтыс болады. Сол сушиді жегендердің бәрі түгел қайтыс болып, біреуі де тірі қалмайды. Бұл оқиғалар дәрігерлер мен ғалымдар үшін әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Өйткені адам етін жеген көптеген тайпалар мен қарапайым каннибалдар мұндай орасан үлкен апатты жағдайға жетпеген еді. Содан бері суши адам етімен емес, балықпен жасалса да өзінің осы тарихи қорқынышты оқиғасының арқасында бүкіл әлемге танымал болды. Бірақ сақ болған дұрыс. Сіз де сушиге тапсырыс бергенде кенеттен бірдеңе дұрыс емес болуы мүмкін. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыздар.